14 күні туылған жандар кармология арнасына қош келдіңіздер. Өздеріңізді тануға және табуға үлес қосатын мен Алтынай Аман. Сіздер нені қиындатып жүрсіздер? Осы және өзге де өзіңізді алаңдатып жүрген сұрақтарға осы эфирді соңына дейін көру арқылы жауап ала аласыздар. Ендеше бірден өзіңіздің бала күнгі зақымдарыңыздан бастаймыз. Сіздер өмір легімен өмір сүруді жөн көретін, бастан биік секіруді аса қатты ұнатпайтын ата-анаға келесіздер. Өмірдің тез өзгерістерінен гөрі белгілі бір тұрақтылығына үйренген ата-анаңызды шын мәнінде сүріп жатқан өмірі қанағаттандырмайды. Жұмыстарына деген, коллективке деген көптеген претензиялары бар. Ата-анаңыздың біреуі өзге адамдармен қоланып сөйлесуі мүмкін. Яғни сыртынан басқа, бетіне басқаша сөйлейді. Ол енді анаңыз ба, әкеңіз бе, қайсысынан аңғардыңыз, соны жазып кетсеңіздер болады пікірге. Олай істеу себебі басқаша жасауға ақылы жетпейді. Бұлай негізі сізді өсірген адамдар саналы, қажырлы мінезі бар, бірақ әйтеуір бір жағдайдың құрбандары болады да жүреді. Сонымен сіз осындай отбасында дүниеге келесіз. Және сіз эмоция тұрғысында өте тұрақсыздау болып өсесіз. Себебі сізге балалық шағыңыз, онда ата-анаңыз берген дүниелердің барлығы ұнамаған. Белгілі бір жасқа дейін қалауыңызды жасағаныңызбен көбінде ограниченияларға соқтығасыз. Ол ограничениялар сіздің санаңызда. Көп мақсат қойғаныңызбен орындамайсыз. Бұл нумерология тілі бойынша период адаптации, яғни үйрену мен үйренісу аралығы деп аталады. Және де бұл аралықты ешбір адам баласы өзгерте алмайды, осылай болу керек болды. Себебі өткен өміріңізге қарап қателеріңізді түзеу үшін берілген жағдайлар. Сіздің минуста екеніңізді білдіретін белгілер. Минуста деген ол жалпы сіздің негативте деген сөзіңіз. Ол минустағы адамдар ешқашан белгілі діттеген мақсатына жете алмайды, көп қалауы өмірінде болмайды. Сондықтан аса қатты мұқияттылықпен тыңдаңыздар. Ендеше бірінші, үйреншікті, сұп-сұр өмірмен өмір сүру. Не істесеңіздер де жаныңызды салып жасай алмайсыздар, бездуши жасайсыздар, күлкіңіздің өзі жасанды, өтірік. Және сол күлкіңіз басқа адамдардың күдік тудырады, тіпті оған раздражениемен қарайды. Ішкі хаос бардап, психоз күйінде боласыз, өз эмоцияларыңызды өзіңіз түсінбейсіз, шешімдеріңіздің өзгеріп тұруы, ойдың құбылып тұруы, бүгін сезінген нәрсені ертең сезінбейсіз, ішінде не болып жатқан өзгелерден өте қатты жасырасыз. Сау, ақыл-есі дұрыс адамдай көрінгенмен ішінде соғыс болып жатады. Өзіңіздің нереализованный екендігіңізді ойлап көп алаңдайсыздар. Болмаса адамдармен үнемі бос нәрселер жайлы, түсініксіз күйлер жайлы және қуып кеткен идеяларыңызды айтып көп сөйлесесіздер. Әлсін дірілдеп раздраженияда боласыздар. Басқа адамдарға сіз өзіңізді дәлелдегіңіз келеді. Өзіңізге ұнамаған іспен айналыссаңыз да өскіңіз келеді. Карьерный лестницадан көтеруіңіз келеді. Ал егер олай болмай жатса, оған жол бермеген сіздің ойыңызша адамдарды жерден алып жерге салуға дайын тұрасыз. Негізі минустағы 14-тіктердің понятиялары өте қызық. Себебі былай ойлайсыздар, басқалар сіздің белгілі бір качествоңызды көріп, айтып мақтамаса, ол мені сыйламайды деп ойлайсыздар. Сондықтан сол адамға кек қайтаруға дайын жүресіздер. Яғни елдің алдында төменге түсіруге және тағы да басқа нәрселерге құмартасыздар. Негізі сіздер үнемі бірдеңелерді зерттеп, көп білім алып жүретін адамдарсыздар, бірақ минустағы 14-тіктер тек қана сөйлеуді ғана біледі. Бірдеңе жасағыңыз келіп жасасаңыз да максимально сәтсіз шығады, я болмаса дәл уақытына дөп түспейсіздер. Сондықтан ғой мен барлық сандарға айтамын, алдымен плюсқа шығуларыңыз керек, ол өте маңызды. Плюсқа шықпаған жандардың ешқайсысы өмірде өзінің орнын таба алмайды. Жалғастырамыз минустарды. Баста бір ой айналып жүреді. Эмоцияларды сыртқа
сыртқа шығармай подавливать етіп жүрсеңіздер, бір күні болмаса бір күні ол бомба сияқты атылады. Ол деген өте қауіпті, әсіресе жақындарыңызға. Себебі сіздер ол жарылысты тек қана жақындарыңызға ғана көрсетесіздер, өкінішке орай. Сіздің өміріңіз тым қызығы жоқ, сұп-сұр өмір. Онда сіз өз желанияларыңызды подавливать етесіз, не болмаса шешімдеріңізге тұрақсыз, эмоцияларыңызды подавливать етесіз. Үнемі ұрыс-керіс, сізді ешкім не істесеңіздер де мойындамайды. Кейде сіз өзіңізді қолынан түк келмейтін сорлы сезінесіз. Бұл енді әрине минустағы кездер, көрдіңіздер ме, өте қатты, өте бір жаман белгілер. Сондықтан сіздерді плюста деп ойлаймын. Ендеше анықтап көріңіздер. Қазір плюстағы іс-әрекет белгілеріңізді оқимын. Қолыңыздағы бардың бәрі өз еңбегіңіздің жемісі деп ойлайсыз. Сізге төбеден біреу ұшып келіп жұмысыңызды жасап бермейтінін білесіз. Өмірде қолыңды басыңа көтергенде өздігінен өзгеріп кетпейтінін түсінесіз. Арманның бәріне жету үшін өзім өзгеруім керек дейсіз. Ол өте керемет ой. Егер осындай ойда жүрсеңіздер, онда осы эфирді өте дұрыс тауып тұрсыздар. Себебі ең алдымен минустарыңызды осынау плюсқа айналдырыңыздар. Эмоцияңызбен достасасыз. Жалпы өмір мен өзгелерді кінәлауды қойып, эмоцияңызбен жонглировать ете аласыздар. Міне осылай минустан плюсқа шыға аласыздар. Жалпы тағы да қандай әрекет жасауыңыз керек мақсатыңызға жету үшін? Не кедергі? Соның барлығы нақты 14 күні туылған жандарға қамтылған жарық деген программа бар. Ол анау балалық күнгі зақымдардан бастап қазіргі уақытқа дейінгі сіздің барлық минустарыңызбен жұмыс жасап, плюсқа айналдырып, армандарыңызға қалай жету керектігін нұсқаулық беретін психологиялық программа болып табылады. Оны алу үшін почтаға жазыңыздар. Келесі эфирда минустан плюсқа шығу үшін қандай жолдан өтеміз, неге кезігеміз, барлығын түсіндіріп, қамтыған пайдалы дүние көресіздер. Оны жіберіп алмас үшін міндетті түрде арнама тіркеліп қойыңыздар. Өз ойларыңызды пікірге жазып, лүпіл басып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Пайдалы болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.